Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat, Allah Ramazan ayında çıkan orucumuzu kabul etsin. Bugünkü ayda duamızın takribi selam jayında. Selam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytgan "Estağfirullah ve izâ huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallâhe kâne alâ kulli şeyin hasîbâ." Sadakallahu'l azîm. Manası, qachon sendirge selam berilse, odan жақсарып qaytarыңдар deydi. Немесе соның өзін қайтарыңдар. Аллах Тағала әрбір нәрседен есеп алушы дейді. Осы аятты түсіндіреді. Мысалға сізге ассаламу алейкум деп сәлем берсе, артығынан қайтарып жіберген. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп қайтарып жіберген. Мен әрдайым сөйтемін, мысалы бір сәлем берсе, ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп бұны айтсаңыз үйреніп қаласыз, ağzınız dağыланып қалады. Негізі ва алейкум ассалам десе де болады, бірақ Аллах Тағала Құранды артығынан қайтарып жіберді. Ассаламу алейкум деді ме, ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп қосып қайтарып жіберді. Артығынан жақсы қайтарып жіберді. Бәрәкәтуді айтпау керек. Оны қазір айтып келеді, желек. Енді ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп сәлем берсе, тура өзіңе қайтарып жатыр. Тура өзің айтқандай қайтарады. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух деп қайтарып жатыр деп жатыр Құранда Аллах Тағала әрбір нәрседен есеп алушы дейді. Енді бұл ассалам Аллах Тағаланың есімі бір. Ассалам деген Аллах Тағаланың бір есімі, бір сипаты. Оның мағынасы амандық, есендік, бейбітшілік беруші деген мағынада. Аллах Тағаланың бір есімі, бір аты. Набидің аты Абдусалам. Амандық, есендік беруші Аллах Тағаланың құл деген мағынада. Абд деген құл деген сөз. Сондай. Енді сәлем қалай беріледі? Сәлем негізі жоғарыдан төмен қарап беріледі екен. Аттыл адам жай адамға сәлем береді екен. Жасы үлкен адам кіші адамға сәлем береді екен. Одан кейін мына мысалға осы жерде отырсақ, бір адам кіріп келіп ассаламу алейкум десе, бәріміздің ішімізде осы бір адам, екі адам ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп жауап берсе, сол бір адам себебімен бәріміз мойнымыздан парыз түседі екен. Оны фарз кифая дейді шариғатта. Фарз кифая дегеніміз фарз екіге бөлінеді. Фарз айн, фарз кифая деп бөлінеді. Фарз айн дегеніміз әркім өз жеке орындайтын фарз. Яғни бір адам орындап бермейді. Дербес әркім өз жеке орындайтын фарзды фарз айн дейді. Оған иман келтіру, намаз оқу, ораза тұту осылар жатады. Зекет беру осылар жатады. Енді фарз кифая дегеніміз бар. Фарз кифая дегеніміз бір жамағаттың ішінен бір-екі адам, екі-үш адам орындаса, сол екі-үш адам, бір-екі адам себебімен басқа адамдардың бәрін, жамағаттың бәрін мойнына түсетін фарзды фарз кифая деп атайды. Яғни бір ескі кіріп кетті, ассаламу алейкум деді, осы жамағаттың ішінен бір адам, екі адам, ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп жауап берсе, бәрібір сол бір-екі адамның себебі құтылып кетеді дегеніміз. Егер ешкім жауап бермесе, бәрібір күнәһар болады дегеніміз. Неде сондай? Түшкір де сондай. Жаңа бір екен түшкір әлхамдулилlah деп айтты ғой. Мен ярхамукаллаху яшфик деп жауап бердім. Осы түшкірдің сондай әлхамдулилlah деп айтты ма, соған жауап беру жаңағы фарз кифая екен. Кейбір ғалымдар уәжіп деп айтады. Сәлемге жауап берді, уәжіп деп айтады. Сәлем берді ма, артынша кешіктіріп жауап берген сосын. Сәлем бердім, бірден жауап берген, ұзатпай көрген. Сосын ұзақтан, алыстан ассаламу алейкум, ұзақтан айқайлап сәлем берсе, тура өзі еститіндей жауап берген. Егер аналар естіпей қалса, мына адам мойнына қарыз түспей қалады екен, фарз түспей қалады екен. Осындай мына фарздың ненің несі жаңағы, сәлемнің несі тәртібі. Енді мағынасын айтайын. Ассаламу алейкум мағынасы сіздерге Аллах Тағаланың амандығы, есендігі, бейбітшілігі болсын деген мағына білдіреді. Яғни бұл сәлем дегеніміз былайша айтқанда сәлемдесу, амандасу әрі дуа тілек. Әрі амандасу, әрі дуа тілек. Бұл ислам дінінен басқа, мұсылмандардан басқа мұндай сәлемдесу жоқ. Тек мұсылмандар ғана бұл. Әрі сәлемдесу, амандасу, әрі дуа тілек. Енді ассаламу алейкум ва рахматуллах болса, сіздерге Аллах Тағаланың амандығы, есендігі, мейірімі, рахымы болсын, рахмет болсын деп мағына береді. Енді ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп сәлем берсе, оның мағынасы сіздерге Аллах Тағаланың мейірімі, ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тағаланың амандығы, есендігі, мейірімі, кешірімі, берекеті болсын деп мағына береді. Енді соған тура сонда өзіңізге жауап беріп жүрген. Сіздерге де Аллах Тағаланың амандығы, есендігі, мейірімі, берекеті болсын жауап беруіміз керек екен. Құрметші, осындай екен. Сәлемдесі. Одан кейін мынау пайғамбардың өмірінде бір сахаба айтқан, Анас ибн Малик бір сахаба айтқан. Анас деген, үйге қашан кірсең, үйге кірген кезде сәлем беріп кір деген.
Сонда сен өзіңмен бірге Аллахтан барлық жақсылығын, амандығын, есігін, барлық берекетін өзіңмен бірге алып келесің деген. Яғни бұл жақта келдіңіз бе, сосын дағдылансыз болады негізі. Айтсаңыз мен мысалы дағдыланып қалдым соған. Кіре беріс жерден жаңағы бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп үйге кірсеңіз, сіз өзіңізбен бірге Аллахтан барлық жақсылығын өзіңізбен бірге үйге алып келеді екенсіз. Ол береке болады екен. Баяғыда біз Құттықожа атамыздың қайнатым марқұм бейшара айтатын. Үйге кіргенде сәлем беріп өзі. Ассаламу алейкум деп кіріп. Одан кейін балдар кірсе, сәлем бермей кірсе, қайтып спорт шығып қой, қайтып сәлем беріп кір дейді. Қайтып шығарып жіберді, қайтып сәлем беріп кіреді. Сөйтіп дағдыландырған балдар. Ол дейді бірақ берекеті өте көп болады жаңағы. Не жем бәрі жетеді тұғын. Сондай бұл Аллах тағала былайша айтқанда бұл сәлемдесу, ассаламу алейкум, әрі сәлемдесу, амандасу, әрі дұға тілек бұл. Мына құрметті жаман осындай екен. Баршамызға осы тыңдаған уағызымызға аман насып етсін. Ва ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматихи ва рахматихи. Амин. Алейхи хадис шарифінде айтқан, кімде ассаламу алейкум деп сәлем беретін болса, ол кісі 10 сауап алады деген. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем берсе, 20 сауап алады деген. Енді ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп үшеуін айтатын болса, 30 сауап алады деген. Енді шариғатта айтады, мынау негізі мынау оған жауап беру важип та, негізі важип орындаған адам сауап көп алу керек. Бірақ бұл жерде Аллах тағала сәлем берген адамға сауап көп беріп қойған екен. Өйткені Аллахтан сәлем жайып жатыр да, сол үшін Аллах тағала сәлем берген сауабын артып қойған еді осы хадисте. Амин Аллах.